Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Бүгін декретке миллионмен видеосын түсіретін боламын. 2023 жылдың 1 шілдеден бастап Дарадавойдың суммасы 1.852.200 теңге болды. Яғни былтырғыдан 2 есе көп. Бірінші ай 154.350, екінші ай 308.700, үшінші ай 463.050, төртінші ай 617.400, бесінші ай 771.750, алтыншы ай 926.100. Дәл солай суммалар өсе береді. Ең максималды суммасы 12 ай, яғни 1.852.200. Алдыңғы жылы 2 есе аз болатын, қазір көбейді. Бірақ бұның төлейтіндері де көбейді. Сол себептен қазір түсіндіріп кетейін сіздерге. Қазір 2023 жылдан бастап ең аз жалақы мөлшері 700.000 теңге. Яғни пенсионы ең азы 700.000 теңге болады. Сәйкесінше бір жұмыс орнынан алуға болады. Дарадавойдың максималды суммасы 1.852.200 теңгені құрайды. Ай сайынғы бала күтімі бойынша жәрдемақының максималды суммасы 176.400 теңге. Соңғы 24 ай жұмысынан болуы қажет. Бірақ енді зейнетақы аударымдарын минималды айлық мөлшерімен төлей алмайсыздар. Социальное отчисленияны 7 МЗП-ға дейін төлей алмайсыздар. Бұл өзгерістер енгізіліп, әлеуметтік кодексте 1 шілдесінен бастап жүзеге асырылды. Бірақ как минималкамен қабылдап жатқан әлі қалалар бар. Мүмкін қазір олар қойғанда болуы мүмкін. Егер бұны түсінбесеңіздер, қазір сіздерге келесі этапқа өтіп, ашық түрде түсіндіріп, салыстырмалы түрде айтып кетейін. Мысалға, сіздер бірінші айда жұмыс жасаған жоқсыздар, немесе бірінші айда көрсеткен жоқсыздар, немесе төлеген жоқсыздар. Сол себептен бірінші айға 0 қойдыңыздар. Ал екінші айдан бастап 420.000 теңгеден зарплата мөлшерін есептедіңіздер. Екінші ай, үшінші ай, төртінші ай, бесінші, алтыншы ай 420.000 теңгеден, яғни өздеріңіз алатын сумманы есептеп, мүмкін максималды немесе орташа ақшаны Дарадавойда есептеп, соны көздеп, осы сумманы таңдаған боласыздар. Бұл 420.000 теңгенің социальный отчислениясы 14.700 теңгені құрайды. Яғни былтыр 2022 жылы 14.700 теңгеден төледіңіздер. Өздеріңіз көздеген сумманы алу үшін, соған қол жеткізу үшін 14.700 теңгеден ай сайын төлеп шықтыңыздар. Ал пенсионныйды бірінші ай жұмыс жасаған жоқса 0, қалған айларды 60.000 теңгеден есептеп көрсетіп, бірақ пенсионныйды ай сайын 6.000 теңге аударыңыздар. Екінші ай 6.000, үшінші ай 6.000, төртінші, бесінші, алтыншы айлы 6.000 теңгеден сіздер төлеп жібердіңіздер. Яғни қарасаңыздар, социальный отчисление 14.700, ал пенсионный 6.000 теңгеден. Ал медицинский страхование бірінші ай 0 болғандықтан 0 қойдыңыздар да, қалғандарын минималкамен есептеп 4.200 теңгеден төлеп жібердіңіздер. Бұл қазір 2023 жылдың 1 шілдеден бастап бұлай төлеуге болмайды. Егер сіздер 14.700 теңгеден төлесеңіздер, 420.000 теңгенің пенсионы қанша? 42.000 ба? 42.000 теңге пенсионы төлеу қажетсіздер. Мына жерге 60.000 деп көрсетпейсіздер, 420.000 көрсетесіздер. Және пенсионыйды 42.000 деп көрсетесіздер. Және соның медицинский страхование шығады, оны да төлеу қажет болады. Бұл салыстырмалы түрде сіздерге айтып жатқаным 2022 жылға өзгерістен 2023 жылға қандай өзгеріс болғандығын. Яғни қазір ең минимальный заработная плата 700.000 теңге. Яғни 1 МРП, яғни 3.450 теңгені құрайды. $700.000 теңге, яғни 7.000 теңгеден төлей аласыздар. Ал ең максимальный 3.500.000. Ең минимальный пенсионы, яғни 350.000 теңге төлей аласыздар. Социальный отчисление дәл солай. Төлем жүрмей жатса, сіздерде ИП жабылып қалған болуы мүмкін. Мына жерде қарасаңыздар, 2023 жылы 910 формалары жоқ, 2022 ашсақтар жоқ. Сізде ИП жабылып қалған болуы мүмкін. ИП ашу қажет болады. Төлемдер дұрыс түсу үшін. Соны да ескере кеткен жөн.
және әрбір төлемнің өзінің КБК расходтары бар. 101, 202, 103, 101, 901, 101, 902, 101, 904, 101. Соларды дәл өздерінің КБК расходтарын дұрыс тауып төлеулеріңіз қажет. Мысалға, медстрахованияның взнос бар, отчисление бар, және пенясы бар. Сол КБК-лар мысалы 121, 122 деп өздері шығып тұрады. Соны дұрыс таңдауларыңыз қажет. Пеня болады. Пеняға кетіп қалмас үшін бұның бәрі ертең дарадауай алатын кезде әсер етіп қалуы мүмкін. Сол себептен мұқият толық қарап төлеген жөн. Және де осындай отчеттар тапсырдыңыздар. Мысалға, бұрынғы прошлый периодтарға төлеген болсаңыздар, очередная есебінде дополнительный тапсырып жібереміз. Мына жерде біз бір адамға 2022 дополнительный тапсырдық. Бұл кісі бұрын 2017 жылы декретке шығып, ликвидационный ипсін жауып тастадық. Және содан кейін қайтадан ипсін восстановить етіп жұмыс жасады. Жұмыс жасағаннан кейін өткен периодтарға да ақша лақтырып дополнительный тапсырдық. Ол 2023 жылы. Содан кейін қайтадан ипсін жауып тастадық 29 май күні. Дәл солай сіздердің де отчеттарыңыз дұрыс болу қажет. Отчеттар жөнінде маған WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Мен тапсырып беремін. Мысалға, дарадауайды есептеп көрейік. Яғни пенсионный 49 мың теңге төлейсіздер. Социальный отчислениясы 17 150 теңге. Ал медстрахование қазір 4900 теңге болды. 49 мыңды 17 150-ге және 4900 теңгеге қоссақ 750 теңге. Сонда бір айдағы шығын 750 теңге төлейсіздер. Және бөлек табыс салығы бар. Упрощенка режим бойынша төлесеңіздер 1,5%. Яғни 500 мың табыс болса 7500 теңге болады. 71 мың 050-ге 7500 қосқан кезде 78 550 теңге. Сонда жалпы шығын 78 550, ал 12 ай бойы төлесеңіздер 942 600 теңгеге төлейсіздер, яғни шығындаласыздар. Ал дарадауайдың суммасы бұған 2 есе көп, 1 850 200 теңгені құрайды. Және 88 200-ден 1,5 жыл бойы ақша алып отырасыздар. Бұл яғни пайда бизнес жолы емес. Адамның бизнесі бар адамдарға өте тиімді. Бұл максимальный дарадауайдың суммасы. Ай сайын 78 550 теңгеден төлесеңіздер 1 852 200 теңгеге қол жеткізесіздер. Ең алдымен бұл жерде жалпы ақша емес, баланың аман есен босануы, дүниеге келуі. Соны Алла тағала нәсіп етсін. Тілекшімін. Бақытты балалар, бақытты аналар болуыңызға тілектеспін. Кейбір адамдар ипсі болып, жақсы жұмыс жасап тұрса, ипсі жүріп тұрса, дәл осындайлардан төлеуге болады. Төлесе бір жылда, яғни 942 600 теңгеге шығындалады. Ал оның дарадауай суммасы 2 есе көп, 1 850 200 теңгеге қол жеткізеді. Міне осы графаға қарап танысып алсаңыздар болады. Назарларыңызға көп рахмет. Аман есен босанып, бақытты балаларды дүниеге алып келуіңізге тілектеспін. Дұғаларыңыз қабыл болсын.